Сәлем достар, бүгін біз ашытқысыз қамыр дайындаймыз. Бұл бізге мантыға, етке, лағманға, немесе ораманың түр-түріне, пеште піскен орамаға ашытқысыз жасалатын, кәдімгі манты қайнатқышта жасалатын орамаға барлығына келе береді. Сондай әмбебап қамыр дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм ұн, 180-200 грамм су, салқын су, 1 шай қасық көлемінде тұз, шай қасық мен үлкен қасықпен мөлшерлеп алып алғам, жан-жағына төгілмес үшін. Тұзымызды араластырамыз және жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамыздың ішінен екеуі шықты. Қамырымыздың ортасын үңгіп аламыз. Тұзбен жұмыртқаны араластырып, ақырын құйып тұрамыз. Қамыр ұн менде қазір 500-550 грамм шамасында сияқты. Мен өлшеп тұрып, кішкене 500 граммнан асты, 530 сондай. 10-20 грамм ары берлігі болады, бірақ ол ештеңе етпейді. Әрине, лағманға сузатын болсаңыз, кішкене сулырақ болған жақсы. Бірақ мен дәл осы қамырмен мантыға да осы рецептпен илей қоям. Еттің қамырына да дәл осы мөлшерде осы рецептпен илей қоям. Және орамаларға да дәл осы қамырды пайдаланамын. Тек пельменге ғана пайдаланбаймын, себебі пельменге біраз қаттырақ қамыр керек сияқты болып тұрады. Әрине, кейбір кісілер қатты болған қамырды ұнатады, кейбір кісілер жұмсақ болғанды қалайды, есетін кезде, әсіресе жаңағыдай жаятын кезде қамырды сатынға жұмсақ болғанды қалайды. Ал кейбір кісілер өздері ертеректен бастап қаттыға үйренген. Ол кісілердің көңілінен шықпауы мүмкін, өте жұмсақты және өте қаттыны қалайтын кісілердің. Ал орташа қамырға кез келген нәрсеге қолдана беруге келетін қамырға дәл осы қамырдың рецептісі маған ыңғайлы. Орама үшін де, мант үшін де. Қолымызбен жақсылап 3 минут көлемінде басып илеп аламыз. Салмақты салып тұрып илесеңіз тезірек болады. Жерге қойып илесеңіз, жоғары жағынан қолыңыздың күшінің барлығы жететіндей етіп. Ол кезде тезірек болады. Менде жаңағы су құйған бокалым 200 грамм ғой, мен бірде-бір тамшысын сыртқа төкпей жасадым. Сондықтан қазір 200 грамм суға шығып тұр. Қаласаңыздар 180 граммда да істеуге болады, бірақ кішкене қаттырақ болады. Қамырды жылдам 10 минуттан кейін, 5 минуттан кейін, 20 минуттан кейін қолданатын болсаңыз, алдын ала 1-2-3 минут уақытыңызды бөліп, қатты салмақпен басып алғандарыңыз жөн. Ал немесе менде қазір жарты сағат уақыт бар, бұл қамырды пайдаланғанша деген сияқты болатын болса, онда қоя салсаңыздар болады. Ал қазір мен жылдам пайдалануым керек дейтіндей болсаңыздар, осылай үстінен қатты салмақпен басып өтсеңіздер жылдамырақ пайдалануға келеді. Полиэтиленді қалтаға салып 10-15 минут қоямыз, содан кейін пайдалана беруге болады. Сонымен біздің қамырымыз 10 минут тынықты тұрды, яғни алып басып көреміз, пайдалануға жарайды. Жая беруге де жарайды. Ыдысымызға салып, немесе астына полиэтиленді силикон төсенішімізді төсеп жая беруімізге болады. Жұмсақтығы осындай, аса қатты емес, былжыраған емес, осындай қамыр дайын. Астарыңыз дәмді болсын.